Сәлем дарындым, сіздермен бірге Дарын онлайнның Қазақстан тарих мұғалімі Шыңғыс Ағай. Алдағы уақытта 1 сағатта сіздермен бірге Қазақстан тарихынан 20 сұрақтық нұсқаны талдайтын боламыз. Нұсқа талдау мұғалім Шыңғыс Ағай. Бірінші сұрақ 20 ғасырдың 80-ші жылдарының соңында шығармашылық мұралары ақталған қайраткерлердің бірі. Сәкен Сейфуллин, Мұхтар Әуезов, Сәбит Мұқанов, Мағжан Жұмабаев. Енді бұл жерде біз тоқталып кететін нәрсе бар. 1988 жыл. 4-ші қараша деп аталатын дата бар. Яғни бұл дата несімен ерекшеленеді? Яғни бізде Қазақстан Компартиясы орталық комитеттің қаулысыменен 1930-1950 жылдар аралығындағы біздегі алаш қайраткерлері, қоғам қайраткерлері ақталған болатын. Осы қаулы бойынша, осы қаулы бойынша бізде 5 тұлға бар ақталатын. Ол бізде Шәкәрім Құдайбердиев, Ахмет Байтұрсынов, Мағжан Жұмабаев, Міржақып Дулатов және де Жүсіпбек Аймауытов. Бұл жердегі дұрыс жауап бізде Д варианты болып табады. Мағжан Жұмабаев. Д плюс деп қойып кете салайық. Ары қарай кеттік. Келесі сұрақ. Күй атасы Құрманғазының алғашқы ұстазы. Бізде А варианты Ұзақ, В варианты Ханбазар, С варианты Байбақты, Д варианты Шеркеш. Енді бұл жерде тоқталып кететін нәрсе, Құрманғазы дегеніміз кім? Құрманғазы Сағырбайұлы. Құрманғазы Сағырбайұлы 1818-1889 жылдар аралығында өмір сүрген біздегі күйші болып табады. Яғни бұл кісінің дүниеге келген жері Бөкей ордасындағы Жиделі деп аталатын жерде, яғни Жиделі Байсын жерінде деп өзінің біздегі күйлерінде айтылады. Және де бұл кісінің алғашқы ұстазын біз кім деп айтады екенбіз? В варианты Ханбазар. Және де Құрманғазының күйлеріне тоқталып кетейік. Ол бізде қандай күйлері болды? Ақсақ киік, және де түрмеден қашқан. Бұдан да басқа біздегі Құрманғазының басқа да көптеген күйлері болған екен. Және де біздегі күйші Дина деп аталатын, күйші Дина осы Құрманғазының шәкірті болып табылады. Келесі сұрақ, 3-ші сұрақ. Абай журналына алаштың әнұранын жариялаған қоғам қайраткері және де жазушы Мұхамеджан Тынышпаев, Мағжан Жұмабаев, Барлыбек Сырттанов, Жүсіпбек Аймауытов. Енді бұл жерде бізде Абай журнал деп аталатын журнал болған еді. Және де осы Абай журналының редакторы ол бізде Жүсіпбек Аймауытов болған. Осы Абай журналына алаштың әнұранын жариялаған қоғам қайраткері жазушы ол бізде Жүсіпбек Аймауытов болып табылады екен. Және де біздегі осы жерде шатастырмау керек. Яғни алаштың әнұранын жариялайтын ол бізде Жүсіпбек Аймауытов. Ал бізде алаш деп аталатын мемлекеттік алғашқы конституциясын дайындайтын тұлға бар. 1911 жылы, жазып қоя салайын, 1911 жылы алаш мемлекетінің алғашқы конституциялық жарғысын дайындайтын ол бізде Барлыбек Сырттанов деп аталатын тұлға. Яғни С вариантында тұрған біздегі Барлыбек Сырттанов деп аталатын тұлға осы алаш мемлекетінің алғашқы конституциялық жобасын немесе жарғысын дайындаған тұлға болып табады екен. Көп айналмай-ақ қояйық. Келесі сұрақ. 4-ші сұрақ. Моғолстан мемлекетінің негізін құраған беделді тайпа. Бұл жерде енді Моғолстан мемлекеті жайында қысқаша ақпарат беріп өтейін. Моғолстан мемлекеті қай уақытта өмір сүреді? Бізде 1348 жылы құрылады. Ең соңғы ханы Абд ар-Рашид деп аталатын ханы 1566 жылдары биліктен кетеді. Моғолстан мемлекетінің өмір сүрген уақытысын біз ғасыр мен 14-ші ғасыр және де 16-ші ғасыр аралығы деп алады екенбіз. Енді Моғолстан мемлекетіні қай аймақта құрылады? Бізде Шыңғыс хан, Моңғол империясын құрады 1206 жылы. Жазып қояйын. 1206 жылы бізде Моңғол империясы құрылады. Басынан бастайық, яғни қай жерден шығады? Толығымен Моңғол империясы құрылады. Бұл Моңғол империясының негізін қалаған ол бізде кім? Шыңғыс хан болып табылады. Шыңғыс хан. Бізде 1227 жылға дейін Шыңғыс хан өмір сүреді. Яғни өзі көзі тірі кезінде 4 баласына әртүрлі аймақтарды бөліп беріп кетеді екен. Ол бізде үлкен баласын Жошы деп айтамыз, Жошы. Одан кейін бізде Шағатай, Үгедей,
және де төле. Яғни осы 4 баласына аймақтарды бөліп беріп кетеді екен. Және де ол аймақтардың атауы болды бізде. Қандай атау? Ол бізде ұлыс деп аталатын атау болған еді. Яғни Жошы ұлысы, Шағатай ұлысы, Үгедей ұлысы, Төле ұлысы деп аталатын ұлыстарға бөлінген болатын. Енді бізде Моғолстан мемлекеті қай аймақта құрылады? Моғолстан мемлекеті бізде Шағатай ұлысының аумағында құрылады деп айтсақ болады. Яғни толығырақ айтып кетейік. 14 ғасырдың ортасы. Вот бізде 14 ғасырдың ортасында Шағатайдың ұрпақтарының арасында талас басталады. Мемлекеттік билікке талас басталады. 14 ғасырдың ортасында, 16 ғасыр деп кеткен екен. 14 ғасырдың ортасында Шағатай ұлысы екіге бөлінеді. Жалпылама Шағатай ұлысының қамтыған аумағы қай жерлер еді бізде? Мауреннахр, яғни Сырдария мен Әмудария өзендерінің аралығын бізде Мауреннахр аймағы деп айтамыз. Одан кейін Жетісу аймағы. Одан кейін барып Шығыс Түркістан. Осы 3 аймақты біз Шағатай ұлысының территориясына кіргізеді екенбіз. Енді 14 ғасырда Шағатай ұлысы екіге бөлінді. Біздегі батыс және де шығыс аймақ болды. Батыс және де шығыс аймақ. Шығыс аймағы. Енді батыс аймағында қандай мемлекет құрылады? 1370 жылы. Яғни тарихта бұл қандай дата? Бұл бізде Әмір Темір мемлекетінің құрылатын уақытысы. Жерге Әмір Темір деп жазып қойайын. 1370 жылы бізде Шағатай ұлысының батыс аймағында Әмір Темір мемлекеті құрылады екен. Бұл мемлекет қай уақытқа дейін өмір сүрді? 1405 жылға дейін өмір сүрді. Яғни жалпылама тарихта 35 жыл Әмір Темір деп аталатын тұлға жеке дара өзі билік етіп бір мемлекетті басқарған болады. Келесі шығыс аймақ. Яғни шығыс аймақ ол бізде Жетісу аймағы менен Жетісу және де Шығыс Түркістан. Шығыс Түркістан аймағы. Бұл жерлерде бізде Дулат тайпасының әмірлерінің билігі жүріп тұрған болады. Яғни негізгі сұрақтың жауабы ол бізде Дулат тайпасы. Дулат тайпасы билікте бізде Дулат тайпасы өте беделді тайпа саналған болатын. Яғни бізде Дулат тайпасының әмірі болған Әмір Полатшы деп айтамыз. Әмір Полатшы. Әмір Полатшы бізде осы Моғолстан мемлекетінің негізін қалап береді. Бірақ сендерді қателестіретін бір жауап бар. Яғни тестте былай келеді. Моғолстан мемлекетіндегі алғашқы патша деп келуі мүмкін. Немесе негізін құраған деп келеді. Негізін құраған Әмір Полатшы. Ал бірінші патшасы ол бізде Тоғылық Темір деп аталатын тұлға. Яғни 16 жасында Тоғылық Темір деп аталатын тұлға бізде осы Моғолстан мемлекетінің алғашқы ханы болып саналады екен. Неліктен Әмір Полатшы мемлекеттің негізін қалайды, бірақ бірінші патша болмайды, немесе хан болмайды деп айтайық. Бірінші хан болмайды, өйткені бізде Әмір Полатшы Шыңғыс ұрпағынан емес. Яғни Шыңғыс ханның Ақсүйек ұрпағынан шықпағаннан кейін бізде Әмір Полатшы өзін хан етіп жариялауға қорқады деп айтамыз. Негізінен Әмір Полатшының шыққан тегі ол бізде Дулат еді. Сол себепті бізде ең алғашқы ханы Тоғылық Темір болып саналады екен. Келесі сұрақ. Жошының үлкен ұлы Орда Ежен ұлысы аталды қалай деп? Ноғай ордасы, Моғолстан, Ақ Орда, Сібір хандығы. Енді бұл жерде сразу дұрыс жауабын белгілеп қоя салайық. Ақ Орда. Енді бұл жердегі тоқталып кететін нәрсе Жошының ұлдарының алған аймақтары. Бізде жаңа айтып кеттік, Шыңғыс ханның 4 ұлы болды: Жошы, Шағатай, Үгедей және де Төле. Және де осы Шыңғыс хан 4 баласына аймақтарды бөліп берді. Жошының бізде өзінің балдары болған еді. Біршама баласы болды. Тарихта бізде айтылатын 5 баласын айтамыз. Орда Ежен, одан кейін Батый, одан кейін бізде Берке, Шайбан, Тоқа Темір деген секілді тағы да басқа балдары болған еді. Енді бізде Жошының өзінің балалары тоже аймақтарды бөліп алады. Мысалы, Жошының үлкен ұлы Орда Еженнің ұлысы бізде Ақ Орда деп аталған болатын. Яғни Жошы ұлысының орнына құрылатын бізде үлкен бір мемлекет болды. Ақ Орданан бөлек үлкенірек мемлекет ол бізде Алтын Орда. Алтын Орда. Яғни Алтын Орданың негізін қалайтын ол бізде кім болды? Негізін қалайтын Батый болды. Яғни Орда Еженнің інісі, Жошының баласы. Және де Жошыдан кейінгі билікке осы Батый иелік етіп қалған болатын. Бізде көшпелі түркілерде жазылмаған заң бар. Яғни әкесінен кейінгі билікті тікелей баласына өтеді, яғни үлкен баласына. Бұл жерде бірақ Орда Ежен билікті алмайды, өзінің інісі Батыйға береді екен. Енді Жошының жерін басып қалатын, яғни Жошының орнында мемлекет болып құрылатын бірінші Алтын Орда болып табылады. Батый бізде
27-1255 жылдар аралығында билік еткен болатын. Яғни Алтын Орда негізін қалап береді, иә? Бізде Жошы қай уақыт қайтыс болды? Яғни 1227 жылы қайтыс болған еді. Жошыдан кейінгі билікті Батый өзінің қолына алып қалды деп айттық. Ал бізде одан кейінгі Орда Ежен өзінің мемлекетінің құрады. Қандай мемлекет? Ақ Орда. Бұл жерде түсіну керек, яғни Жошының екі баласы, өздері іштей бөлінген болады. Мысалы, Алтын Орда мемлекетіне іштей бөлінді негізінен. Батыс шығыс болып. Батыс аймағын бізде Батыйдың ұрпақтары басқарған болады. Ал шығыс аймақты, яғни Орда Еженнің ұрпақтары басқарған болады. Бізде бір ұғым бар. Дешті Қыпшақ деп аталатын. Ол бізде Қыпшақ хандығының кезінен бастап болған еді. Дешті Қыпшақ. Қыпшақ хандығын біз білеміз. 11-13 ғасырларда өмір сүрген қазақ жеріндегі көптеген территорияларды алып жатқан мемлекет болған еді. Осы қазақ жеріне моңғол шапқыншылығы басталғаннан кейін Қыпшақ жерлерінің барлығы моңғол империясының қол астына қараған болатын. Енді түсіну керек нәрсе, Дешті Қыпшақ аймағының өзі екіге бөлінді. Ол бізде Батыс Дешті Қыпшақ, және де Шығыс Дешті Қыпшақ. Осы Дешті Қыпшақ аймағы қай аймақты қамтыды? Ол бізде Европа жерінде Дунай деп аталатын өзен бар. Осы Дунай деп аталатын өзеннен бастап қазіргі Қазақстанның Алтай аймағы, Шығыс Қазақстан аймағына дейін созылған болады. Дешті Қыпшақ жері екіге бөлінді деп айттық. Алтын Орда мемлекеті тоже іштей бөлінді. Батыс шығыс деп бағана айтып кеткендей. Енді батыс аймағына қай жерлер қараған болатын? Батыс Дешті Қыпшаққа бізде Дунай өзенінен бастап Еділ аралығына дейін қамтыған болатын. Ол бізде Алтын Ордадағы Батыйдың ұрпақтары билеген аймақ, осы аймақ. Ал шығыс Дешті Қыпшақтың аймағындағы билік ол бізде Орда Еженнің ұрпақтарының қолында болды. Мына жерде біз жазып қоямыз, не деп? Орда Еженнің ұрпақтары, және де ол қай аймақты қамтыды? Ол бізде Еділ өзенінен бастап Алтай аймағына дейін созылған болады. Түсіндік қой, бізде кейіннен Ақ Орда мемлекеті қалай пайда болды? Яғни Алтын Орда мемлекетінде бізде 20 жылдың ішінде 20 хан билікте ауысады екен. Яғни Алтын Орда мемлекетінде бізде ауызбіршілік болмайды. Содан кейін барып не істейді екен? Сол кезде Алтын Ордадан бізде Орда Еженнің ұрпақтары бөлініп шығып, өз алдарына бөлек мемлекет құрады. Енді бұл жердегі нәрсені айтып кетейік. Алтын Ордада бізде ұлы дүрбелең жылдары деп аталатын тарихта осындай кезең бар. Ұлы дүрбелең. Бұл уақыт қай уақытты қамтиды екен? Бізде 1359-1379 жылдар аралығын қамтиды екен, ұлы дүрбелең жылдары. Яғни осы уақытта Алтын Орда мемлекеті әлсіреп қалады. Осыны пайдаланған Орда Еженнің ұрпақтары өз алдарына бөлек мемлекетін құрады екен. Мемлекет ол бізде варианттағы Ақ Орда мемлекеті болып табылады. Енді мына жердегі варианттарды топтап кетейік. Ноғай Ордасы, Моғолстан мемлекеті жайында жаңа айтып кеттік алдағы тестте, одан кейін Сібір хандығы. Енді Ноғай Ордасы деп аталатын мемлекет бізде батыс Қазақстан аумағында құрылған болатын, Еділ мен Жайық өзендерінің ортасында. Жерге жазып қоя салайық, басқа түспен, көкпен жазайық, может. Ноғай Ордасы. Ноғай Ордасының территориясы қай жерде болды? Еділ мен Жайық өзендерінің аралығында болған еді. Еділ Жайық өзенінің аралығын қамтыды. Және де Ноғай Ордасын біз айтамыз, тарихта екінші аты бар, ол бізде Маңғыт елі. Яғни Ноғай Ордасындағы басым тайпа Маңғыт елі деп аталған болатын. Бұл мемлекетті бізді негізі 1411 жылы құрылады. 1411 жылы құрылады екен. Одан кейін Сібір хандығы. Сібір хандығының негізін қалайтын, бұл бізде бағана айтып кеткен Жошының балаларының бірі Шайбан болды. Осы Шайбан ұрпақтарының негізін қалайтын Сібір хандығы деп аталатын мемлекет болған екен. Келесі сұрақ. Адамның тұңғыш ғарышқа ұшуына байланысты Олжас Сүлейменовтің шығарған поэмасы. Яғни бұл жерде адам ең алғаш рет тұңғыш ғарышқа қай уақытта ұшты? 1961 жылы. Юрий Гагарин атты біздегі тұлға ұшқан болатын ең алғаш рет ғарышқа. Осы кезде бізде Олжас Сүлейменовтің өлеңі шығады екен. Ол бізде қандай өлең? Адамға табын жер енді. Адамға табын жер енді деп аталатын шығарманы шығарады
екен. Және де А вариантындағы Азия деп аталатын еңбектің де авторы осы Олжас Сүлейменов болып табылады. Онан кейін біздегі С вариантындағы өркениеттің адасуы деп аталатын шығарманың авторы ол бізде кім болады екен? Ол бізде Мұхтар Шахановтың еңбегі болып табылады. Мұхтар Шаханов. Бұған енді көп тоқталмай қояйық. Әрі қарай кеттік. Вот. 7-ші сұрақ. Кіші жүздің соңғы ханы. А варианты Шерғазы, В варианты Бөкей, С варианты Уәли, Д варианты Ғұбайдолла. Бұл жердегі дұрыс жауап А варианты болып табылады. Яғни біздің ертең айтады екенбіз, кіші жүздің соңғы ханы Шерғазы деп. Шерғазы бізде қай уақытта билік етті кіші жүзде? 1821-1824 жылдар аралығында билік еткен болатын. Ал бізде 1824 жыл қандай дата? Ол бізде, мына жазып қоя салайын, 1824 жыл бізде кіші жүздің хандық биліктің жойылуы. Кіші жүзде хандық билік жойылды. Кіші жүзде хандық билік жойылды. Яғни біздегі айтамыз, Тәуке ханнан кейін 1715 жылдардан бастап уже қазақ хандарында мықты хан болған жоқ. Яғни әр жүз, біз Тәуке ханның кезінде біз қазақ жерлерін жүзге бөлген болатынбыз. Осы кезде бізде Тәуке ханнан кейін мықты бірлік болмайды да, әр жүз өз алдына бөлек хан сайлап кеткен болатын. Мысалы, кіші жүздің ханы ол бізде Әбілхайыр болып сайланды 1718-де, одан кейін орта жүздің ханы ол бізде кім болды? Сәмеке болды. Одан кейін ұлы жүздің ханы Жолбарыс деп аталатын хандар әр жүз өз алдына бөлек хан сайлап кеткен болатын. Және де бұл жүйе бізде қай уақытқа дейін созылады екен? 1824 жылға дейін созылады екен кіші жүзде. Бізде бір оқиға бар. 1824 жылы кіші жүздегі хандық билікті жою туралы шешім қабылдайды. Яғни оның орнына басқа бір жүйе келу керек. Енді қазақ хандығында хан деген жүйені алып тастайды. Басқару жүйесін алып тастағаннан кейін оның орнына басқа бір жүйені әкелу керек, басқару жүйесін. Енді қазақтарды басқару керек қой. Вот 1824 жылы бізде қандай жарғы шығады екен? Ол бізде Орынбор қырғыздарын басқару туралы жарғы. Орынбор қырғыздарын басқару туралы жарғы. Бұл жарғының авторы бізде Эссен болып табылады. Мына жерге жазып қояйық. Авторы. Яғни Эссен деп аталатын біздегі осы уақыттағы Орынбор генерал-губернаторлығының басшысы Эссен болған еді. Осы Эссен бізде Орынбор аймағының басқару туралы, кіші жүзді басқару туралы жоба дайындайды. Сөйтсе, сол уақыттағы Ресей патшасы бірінші Александрға ұсынады екен. Вот менде осындай жоба бар. Және де оны бізде бірінші Александр патша бекітеді екен. Содан кейін барып 1824 жылы кіші жүзде хандық билік жойылады. Ал бізде мына жерде вариантта С варианты тұр, яғни Уәли. Яғни Уәли біздегі бұл орта жүздің соңғы ханы болып табылады. Яғни 1819 жылы бізде Уәли қайтыс болады. Жалпы Уәлидің билеген уақыттары бұл қай уақыт? 1781. 1781 жылдан бастайды да 1819 жылға дейін билік етеді деген. Яғни 1781 жыл дейтін дата қандай дата? Ол бізде қазақтың 300-нің де ханы болған Абылай ханның қайтыс болған уақытысы. Яғни Уәли деп аталатын хан бізде Абылай ханның баласы болып табылады. Уәли хан орта жүздегі билікті өзінің қолына алып қалады екен да. 1819 жылы қайтыс болады. И осыдан кейін патша үкіметі бізде орта жүзде хан сайламаймыз деп шешім шығарады. И одан кейін тағы да бір оқиға бар. 1822 жылы болатын. 1822 жылы болып өтетін бір оқиға. Ол бізде Сібір қырғыздары туралы жарғы. Немесе қазақтар деп айтамыз енді. Ол кезде қазақтарды қырғыздар деп атаған болды. Сібір қырғыздары туралы жарғы. Неліктен Сібір Орынбор деп бөлініп жатыр? Яғни бізде Ресей жерінде Орынбор генерал-губернаторлығы болды да. Яғни кіші жүздің аумағы қай жерлерді қамтиды? Ол бізде Батыс Қазақстан аумағы қазіргі. Яғни бұрыннан бар Орынбор генерал-губернаторлығына кіші жүздің территориясын қосып қояды екен. Ал біздегі Сібір қырғыздары туралы жарғы неліктен Сібір? Яғни Ресей жерінде Батыс Сібір генерал-губернаторлығы болған еді. Яғни орта жүздегі Сібір аймағына кіргізіп қояды екен. Батыс Сібір генерал-губернаторлығына бағындырып қояды екен. 1822 жыл. Бұл Сібір қырғыздар туралы жарғының авторы
Михаил Спаренский деп аталатын тұлға. Михаил Спиранский. Яғни кіші жүздегі және де орта жүздегі хандық билікті жойды. Патша үкіметі енді не істейді екен? Барлық осы кіші жүз бен орта жүздің территориясында басқару жүйесін алып келеді екен. Яғни округтік жүйе және де бөліктік жүйе деп аталатын жүйені алып келеді екен. Енді сендерде сұрақ туындауы мүмкін, ұлы жүз қайда деген. Яғни ол уақытта ұлы жүз бізде Қоқан хандығының қол астында, белгілі бір аймақтары бізде Хиуа хандығының қол астында болған екен. Қазақстанның оңтүстік аймақтарын деп айтайық. Оңтүстік аймақтарын бізде Хиуа мен Қоқан хандықтары отарлап алып отқан болатын сол уақытта. Келесі сұрақ: оғыздармен әскери одақтас болған мемлекет дейді. Оғыз мемлекеті жалпы қай уақытта өмір сүрген мемлекет? Сол жайында тоқтап кетейік. Оғыз мемлекеті 9-11 ғасырларда өмір сүрген мемлекет болып табылады. 9-11 ғасырда өмір сүрген мемлекет. Яғни бұл жердегі Оғыз мемлекеті Сырдария өзенінің төменгі және де орта ағысында өзінің мемлекетін құрады. Сырдың орта және де төменгі ағысында. Төменгі ағысында өзінің мемлекетін құрады 9 ғасырда. Одан кейін барып өзінің көршілеріне шабуыл жасау мақсатыменен кімменен әскери одақтас болады екен? Ол бізде С вариантындағы Киев Русімен. Киев Русімен қай уақытта одақтасып, қандай мемлекеттерге қарсы болды? Енді айтып кетейік. Бірінші, ол бізде 965 жылы. Оғыздар Киев Русімен бірігіп, мына жерге жазып қойын, Оғыз және де плюс Киев Русі. Киев Русі дегеніміз ол орыс мемлекеті болып табылады. Киев Русі кімге қарсы шығады екен? В-С деп жазып қоя салайын. Ол бізде оғыздардың батыс аймағындағы көршілері болды, Хазар қағанаты. Хазар деп аталатын мемлекет болды. Осы мемлекетке қарсы шабуылдап аймақтардың басып алады екен. Екіншісі 985 жыл. 985 жыл тоже оғыздар мен Киев Русі бірігеді. Және де кімге қарсы шығады екен? Ол бізде Еділ бұлғарларына қарсы. Яғни Еділ өзенінің бойында мекендеген халықтарға қарсы жорыққа шығып, ол артта бағындырады екен. Оғыз мемлекетінің астанасы жайында сұрайды. Өте жиі келетін сұрақ. Ол бізде Яңгекент қаласы болып табылады. Яңгекент қаласы. Көп айналмай қояйық. Келесі сұрақ. Тобыл губерниясындағы Ялутор қаласының тұрғыны Көпес Ботов негізін қалаған жәрмеңке. Атақты жәрмеңке. Бұл жерде 4 жәрмеңке бөлінген екен. Қарқара, Ойыл, Тайыншакөл, Қоянды. Яғни бізде бұл дұрыс Қоянды болып табылады. Қоянды Ботов деп аталатын жәрмеңке болған еді бізде. Қоянды Ботов жәрмеңкесі. Немесе бұл жәрмеңкенің тағы да бір екінші атауы бар. Ол бізде Талды Қоянды деп аталатын. Талды Қоянды немесе Қоянды Ботов. Яғни тестте осындай вариант келетін болса, мысалы екеуінің біреуі келуі мүмкін. Қоянды Ботов немесе Талды Қоянды. Яғни екеуі де бұл бір жәрмеңке болып табылады. Бұл жәрмеңке жайында ақпарат айтып кетейік. Бұл жәрмеңкенің негізі қашан қаланды? 1848 жылы қаланған болатын. Ары қарай, енді басқа варианттарды тоқтап кетейік. Қарқара жәрмеңкесі қай аймақта болды? Жетісу уезінде. Жетісу уезінде. Одан кейін Ойыл жәрмеңкесі қай аймақта болды? Ойыл жәрмеңкесі, мен цветін өзгерте салайын, сіздерге түсінікті болу үшін. Ойыл жәрмеңкесі ол бізде Орал аймағында. Ойылдан бөлек бізде тағы да бір жәрмеңке болды. Темір деп аталатын жәрмеңке болған еді. Ойыл темір жәрмеңкелері. Тайыншакөл деп аталатын жәрмеңке. Цветін өзгерте салайық тоже. Қарамен алсайықшы. Мына жаққа келіп, Тайыншакөл ол бізде Петропавл уезіндегі жәрмеңке болған еді. Ары қарай кеттік. Келесі сұрақ, 10-шы сұрақ.
үш қиян өлеңінде Ресейдің Қазақстанда жаулап алуы мен отарлауы кезіндегі қазақ халқының ауыр жағдайын сипаттаған тұлға. Шортанбай Қанайұлы, Дулат Бабатайұлы, Мұрат Мөңкеұлы, Наурызбай Жаманқұлұлы. Енді бұл жердегі мынау үш қиян деп аталатын еңбектің авторы жайында білсек, бұл жердегі сұрақтың жауабын тауып тұрмыз. Ол бізде үш қиян еңбегінің авторы Мұрат Мөңкеұлы болып табылады екен. Біздегі АВС вариантындағы, яғни Шортанбай Қанайұлы, Дулат Бабатайұлы, Мұрат Мөңкеұлының бізде үш тұлғаны біріктіретін бір тақырып бар. Ол бізде зар заман ақындары. Зар заман ақындары деп аталатын, егерде тестте сұрақтар келетін болса, осы үш тұлғаны естеріңе алыңдар. Шортанбай Қанайұлы, Дулат Бабатайұлы, Мұрат Мөңкеұлы. Наурызбай Жаманқұлұлы деп аталатын тұлға ол бізде кім? Кенесары көтерілісінің, яғни осы жеңілуі жайында Кенесарыға қатысты ерлік, батырлық жырдың авторы болып табылады екен. Наурызбай Ханшайым деп аталатын еңбектің авторы. Ары қарай келесі сұрақ. 11-ші сұрақ. 10-шы ғасырдың ортасында, батысында Жайық, шығысында Алтай тауларына дейінгі тайпаларды біріктірген мемлекет. Енді біз бұл жерде варианттарға тоқталып кетейік. Бұл жерде варианттарға қарайтын болсақ, мен сендерге всегда айтамын, сұрақты 3 рет оқыңдар, одан кейін варианттарды талдап шығыңдар. Не вариантты талдайтын болсаңдар, уже сұрақтың жауабы анық шығады. А вариантты тоқталып көрейік. Ол бізде Қарлұқ мемлекеті. Қарлұқ мемлекетін біз қарамен жазайық. Қарлұқ мемлекеті. Қарлұқ мемлекеті қай уақытта өмір сүрді? 756-940 жылдар аралығында. Яғни бұл сұрақтың может жауап болатын шығар, өйткені 940 жылы біз айтамыз 10-шы ғасыр. 10-шы ғасырға кіреді 940 жыл. Одан кейін барып Түргеш мемлекеті. Түргеш мемлекеті қай уақытта 704-756 жылдар аралығында өмір сүрген болатын. Вот енді уақытына қарайтын болсақ, 10-шы ғасырға сәйкес келмейді. Автоматически бұл жерде Түргешті сызып тастаймыз. Түргеш келмейді. Одан кейін барып Оғыз мемлекетін біз айттық жаңа, қай уақытта өмір сүрді? 9-шы ғасыр менен 11-ші ғасырдың аралығында өмір сүрген болады. 9-шы ғасыр и 11-ші ғасыр. Вот Оғызды да бір вариант етіп алуға болады. Ал Қимақ мемлекеті. Қимақ мемлекеті тоже 9-шы ғасыр менен 11-ші ғасырдың аралығында өмір сүрген болатын. Бұл жерде енді аймақтарына қараймыз. Біз Оғыз мемлекетін қай аймақты алады деп айттық? Ол бізде Батыс Қазақстан аймағы, қазіргі Қызылорда облыстарының аймағын алып жатады екен. Сырдарияның төменгі ағысы және де Батыс Қазақстан аймақтары. Бұл жердегі жерге сәйкес келмейді. Яғни батысында Жайық пен шығысында Алтай тауларына дейін созылып жатқан жоқ. Оғыз тайпаларын алып тастаймыз. Одан бөлек Қарлұқ. Қарлұқ қай аймақты алып жатты? Қарлұқ мемлекеті алып жатқан аймағы Жетісу. Жетісу аймағын алып жатқан болатын. И бұл жерде сонда қалатын жауап Д варианты болып табылады екен. Д варианты. Яғни, бұл сол уақытта 10-шы ғасырда біз айтамыз қазақ жерінде 3 мемлекет өмір сүрген болатын. Негізінен Қимақ мемлекетінің алып жатқан территориясы қай аймақ? Ол бізде орталық және де орталықтан бөлек солтүстік шығыс Қазақстан аумақтарын алып жатқан болатын. Ары қарай кеттік. Бұл мемлекет бізде Қимақ мемлекетінің құрамындағы ең беделді тайпа. Беделді тайпа. Ол бізде Қыпшақтар болды. Сонда бағанағы біз айтқан Қыпшақ хандығы қайдан шығады екен? 11-ші ғасырда Қимақ мемлекеті құлап қалады осы Қыпшақтардың әсерінен. Басында бізде Қыпшақтар осы Қимақтарға бағынышты болады. Кейіннен Қимақтардың билігін құлап тастап, саяси билікті өздерінің қолына алатын осы Қыпшақтар екен. Сонда Қимақтар мемлекет болған кезде Қыпшақтар оларға бағынды, ал Қыпшақтар мемлекет болған кезде Қимақтар оларға бағынады екен. Тағы бір ақпарат Қимақ мемлекетінің астанасы жайында. Қимақ астанасы. Ол бізде Ертіс өзенінің бойында орналасқан Имақия қаласы. Имақия қаласы екінші астанасы болды, Карантия деп аталады.
Карантия деп аталатын екінші астанасы болған еді. Мына жердегі мемлекеттердің астанасын толып кете салайық. Ол бізде Қарлық мемлекетінің астанасы Суяб болды. Түргеш мемлекетінің астанасы тоже Суяб болған еді. Оғызды біз айтып кеттік. Яңгикен. Келесі сұрақ. Сырдарияның төменгі ағысындағы қалаларды басып алуға аттанған моңғол әскерінің басшысы. Енді біз 1206 жылы айттық, моңғол мемлекеті құрылады. Моңғол империясы. Моңғол империясы құрылғаннан кейін не істейді? Өзінің территориясын үлкейту мақсатыменен жан-жағындағы көршілеріне шабуыл жасай бастайды екен. Біз айтамыз 1218 жылы Жетісу аймағыменен Шығыс Түркістан аймағын толығымен басып алады моңғолдар. Ал біздегі бұл Жетісу және де Шығыс Түркістан аймақтары кімге қарайтын еді ол уақытта? Түркілерге қарайтын еді. Енді бізде қарап отырсақ, Шыңғыс хан Жетісу аймағына қарай келіп тұрады 1218 жылы. Яғни бері қарай жақындайтын болса, уже орталық біздегі оңтүстік Қазақстан және орталық Қазақстан аймақтарына қарай өтеді. 1218 жылға келеді, Жетісу және Шығыс Түркістан аймақтарын толығымен басып алады. Ары қарай қазақтың жеріне тереңірек кіруге сылтау таппай тұрады Шыңғыс хан. Ертең не істейді екен? Өзінің моңғол мемлекетіндегі 450 адамнан тұратын және де 500 түйесі бар керуенді сол уақыттағы Отырар қаласына қарай жібереді екен. Аттандырады. Бізде тарихта 1219-1220 жылдар аралығында бір оқиға бар. Бұл бізде Отырар опаты. Бұл оқиға қалай орын алды? Яғни жаңа айтып кеткендей, Шыңғыс хан, моңғол империясының ханы, қағаны, Отырарға сауда керуенін жібереді. Ал ол уақытта Отырар қаласы бізде кімнің қол астында еді? Хорезм мемлекетінің қол астында еді. Хорезм мемлекетінің басшысы Хорезм шахы Мұхаммед, ал Отырар қаласының билеушісі, яғни Отырар қаласының типі әкімі сияқты, ол бізде Қайыр хан болған еді. Қайыр хан осы Отырар қаласына келген сауда керуенінің барлығын тым қалдырмай өлтіріп тастауды бұйырады. Сөйтіп өлтіріп тастайды. Неліктен? Өйткені бұл моңғолдардың тыңшысы деп ойлайды. Сөйтіп моңғолдардың барлығын қырып тастайды екен. Бізде осы сылтау еткен Шыңғыс хан Отырар қаласына жорық ашады. Сөйтіп жалпылама Отырар қаласына бізде кімді аттандырады екен? Жаулап алуға басында Жошы, Шағатай, Үгедей 3 баласын аттандырады екен. Және де не істейді екен? Сол кезде Жошы бізде өзінің әкесіне хат жолдайды. Біздің арамыздан кімді осы басқарушы етіп тағайындап қоясың деп. Сол кезде бізде Шыңғыс хан өзінің 3-ші баласы Үгедейді Отырар қаласын басып алудағы басты қолбасшы етіп тағайындап қояды екен. Негізі оның алдында Жошы және Шағатай деп аталатын үлкен ұлдары бар. Жошы Шыңғыс ханның әкесіне өзіне ренжіп, басқа аймаққа қарай кетіп қалады екен. Яғни Сырдарияның төменгі ағысындағы қалаларды басып алуға аттанатын ол бізде Жошы болып табылады. Жошы Шағатай мен Үгедей Отырар қаласын басып алуға қалып қояды екен. Ал Шыңғыс хан өзінің кіші баласыменен Төлемен бірігіп қайда кетеді екен? Олар бізде Бұхара қаласын басып алуға аттанып кетеді екен. Моңғолдар бөлініп, әр түрлі аймақтарды басып алуға кетеді. Енді бізде Жошы хан қай қалаларды басып алады? Бізде осы Жошының және де моңғолдардың жалпама, моңғолдардың қарсылығына ұшырайтын бізде үлкен 3 қала бар. Яғни орталық оңтүстік Қазақстан аймағында қирап қалған, дымы қалмай. Осы 3 қала жайында келтіреді. Ол бізде Сығанақ қаласы, Ашнас, Жент қаласы. Яғни моңғолдарда мынадай позиция болды. Олар бірінші соғыс ашпас бұрын сол қалаға немесе мемлекетке талап қояды. Яғни сендер бізге бағыныңдар, біз сендерге тиіспейміз. Өздерің діндеріңді ұстана бересіңдер, бұрынғыша күйлер кеше бересіңдер. Бірақ бізге бағынышты боласыңдар деген секілді осыны талап қоятын болған. Бірінші соғыс бастамай тұрып. Ал оған көнбейтін болса, аямай үлкен еңкейген қарттан еңбектеген балаға дейін қырып тастайтын болған. Осының зардап шегетін бізде Сығанақ, Ашнас, Жент деп аталатын қалалар. Жоқ, бізде Жент қаласы өзі беріледі, негізінен Отырар деп жазып қойса. Отырар. Жент қаласы өзі беріледі. Сығанақ, Ашнас, Отырар деп аталатын оңтүстік Қазақстан аймағындағы осы моңғолдардың әсерінен қирап қалған 3 қала деп айтсақ болады. 13-ші сұрақ, Құдыс Қожамияровтың ұлттық фольклорды жаңа қырынан танытқан тұңғыш ұйғыр операсы. Бұл жерде дұрыс жауап
Назгум деп аталатын жауап болып табылады. Енді біз жеке-жеке тоқталып кетейік. В вариантына, С вариантына, Д вариантына. Анархан деп аталатын ол бізде қандай опера? 1933 жылы алғашқы ұйғыр драмалық театры ашылады. Драма театры. Осы алғашқы ұйғыр, не жазып қойсайын? Ұйғыр драма театры ашылады. Осы ұйғыр драма театрындағы алғашқы қойылған опера ол бізде Анархан деп аталатын опера. Анархан. Одан кейін С варианты. Біржан Сара операсы. Біржан Сара операсы бізде кімдікі еді? Біржан Сара ол бізде Мұхан Төлебаевтың операсы болып табылады. Мұхан Төлебаевтың. Мұхан Төлебаевтың бізде Біржан Сара алғашқы операсы қай уақытта шықты? 1946 жылы ең алғаш рет сахналанған болатын. Келесі Д варианты. Чупкидон. Чупкидон бұл қандай пьеса? Бұл жерде Чупкидон 1937 жылы алғашқы Корей театры ашады. Алғашқы Корей театры. Алғашқы Корей театры ашылады. Қай қалада? Қызылорда қаласында ашылады. Осы алғашқы Корей театрында қойылатын бірінші пьеса ол бізде Чупкидон деп аталатын пьеса болып табылады екен. Ары қарай кеттік. 14-ші сұрақ. Астанада дүние жүзі дін өкілдерінің алғашқы бас қосуы болды. А варианты 2003, 2004, 2009, 2012 жыл деп 4 вариант берілген екен. Бұл жерде дұрыс жауап А варианты болып табылады. Яғни дүние жүзінің дін өкілдерінің Астанада алғашқы бас қосуы өтеді екен. Ол бізде 2003 жылы. 2003 жылы бірінші бас қосу. Әдейі жазып қойдым мына жерге. 2006 жылы екінші бас қосуы әлемдік дін өкілдерінің. 2009 жылы үшінші бас қосу. 2012 жылы төртінші бас қосу өтеді екен. 15-ші сұрақ. Алтын Ордада 1396-1411 жылдар аралығында 15 жылға жуық өз қолында нақты билік ұстаған ірі мемлекет қайраткері кім болып табылады екен? А варианты Ноғай, одан кейін Берке, Едіге, Шейх Ахмет деп аталатын тұлғалар берілген екен. Бұл жердегі бізде дұрыс жауап Едіге болып табылады. Едіге бізде қолбасшы болған еді. Алтын Орда мемлекетіндегі қолбасшы. Қолбасшы бола тұрса да бізде хандық билікке араласып, өзінің жаңағыдай жақсы қырын танылып, Алтын Ордадағы хандық билікті өзінің қолына алады екен. Енді біз бітеміз. 1396-дан бастап 1411 жылға дейін билік етеді Алтын Ордада. Негізінен Едігенің шыққан тегі ол бізде Маңғыт болды. Не жазып қоя салайын? Шыққан тегі Маңғыт руынан. Маңғыт деп аталатын атау бізде не нәрсемен байланысты? Біз бағана айтқан болатынбыз Маңғыт елі жайында. Маңғыт елі дегеніміз ол бізде бағана айттық Ноғай ордасы. Ноғай ордасының екінші аты. Алтын Ордада 1396-1411 жылдар аралығында билік етті Едіге. Одан кейін барып не істеді? 1411 жылы Ноғай ордасының негізін қалады. Ноғай ордасының негізін қалады. Негізін қалады. Сонда тестте Ноғай ордасының негізін қалаушы деп келетін болса, ол бізде осы Едіге болып табылады. 1411 жылы Ноғай ордасының негізін қалады. 1419 жылға дейін билік еткен болады Ноғай ордасында. Шатастырмаймыз, 1411-1419 жылдар аралығында қай мемлекетте, қай ордада билік етті? Ол бізде Ноғай ордасында. Ал 1396-1411 жылдар аралығында 15 жылға жуық ол бізде Алтын Орда мемлекетінде
билік еткен болатын. Яғни біз айттық бағана, Алтын Орда мемлекеті 1359-1379 жылдар аралығында не істеді? Қандай кезең болды? Ұлы дүрбелең кезеңі болды. Яғни осы кезде мемлекет жаймен әлсірей бастады. Бізде Алтын Ордадан көптеген мемлекеттер бөлініп шыққан болатын. Алтын Орда жалпылама үлкен территорияны қамтып жатқан болатын. Бағана айттық, Дешті Қыпшақ аймағы. Дунай өзенінен бастап Алтайға дейінгі аралықты қамтып жатты. Яғни ол қарап отырсаңдар сендерге үлкен территория. Осы аймақта Алтын Ордадан кейін көптеген мемлекеттер қалыптасады. Ақ Орда, Сібір хандығы, Ноғай Ордасы, одан бөлек Астрахан хандығы, Қазан хандығы деп аталатын көптеген мемлекеттер дүниеге келген болатын. Соның бірі бізде осы Ноғай Ордасы болып табылады. 1996 жылы сәуір айында Шанхайда кездескен мемлекеттер Қазақстан, Ресей, Қытай, Қырғызстан, Өзбекстан. Енді бұл жерде 4 вариантыды 4 мемлекет бірдей болып тұр. Қазақстан, Ресей, Қытай, Қырғызстан. Одан бөлек Өзбекстан тұр, может Түркменстан, Тәжікстан және де Вьетнам деп аталатын. Бұл жерде негізгі қарайтын мәселе бізде үлкен ұйым бар. Ол қандай ұйым? Шанхай ынтымақтастық ұйымы. Шанхай ынтымақтастық ұйымы. Шанхай ынтымақтастық ұйымы бізде осы 5 мемлекеттің арасында құрылады екен. Ол бізде Қазақстан, Ресей, Қытай, Қырғызстан, Тәжікстан деп аталатын мемлекеттердің арасында құрылады. Қай жылы? 1996 жылы сәуірде. Өз айтып тұрғандай, Шанхай ынтымақтастық ұйымы, яғни бұл кездесу қай жерде өтеді екен? Шанхай қаласында өтеді, және де осы 5 мемлекеттің қатысуымен Шанхай ынтымақтастық ұйымы құрылады екен. Дұрыс жауабы С. 17-ші сұрақ. Түргеш қағанатының орталығы болған қалалардың бірі. Мыңбұлақ, Баласағын, Күнгіт, Карантия деп тұр. Бұл жерден де дұрыс жауабын айтып кетейік бірден. Ол бізде Күнгіт қаласы. Енді Түргеш қағанаты деп аталып мемлекетке толығырақ тоқталып кетейік. Түргеш қағанаты. Түргеш қағанаты. Түргеш қағанаты қай уақытта өмір сүрді? Бұл мемлекеттің өмір сүрген уақытысы 704-756 жыл. Бұл мемлекеттің территориясы қай аймақты қамтыды? Жетісу аймағын қамтыған болатын. Жетісу аймағында құрылған болатын. Жетісу аймағы. Және де Түргеш мемлекетінің бұл жердегі Күнгіт деп аталатын бұл екінші астанасы. Яғни жазғы ордасы деп қояйықшы. Жазғы ордасы. Екінші астана деген білдіреді. Жазғы ордасы деген. Ал негізгі ордасы ол бізде қандай қала еді? Суяб қаласы болған еді. Суяб қаласы негізгі ордасы астанасы болып табылады. Бұл жерде енді Суяб қаласы деп аталатын вариант жоқ. Сондықтан біз Күнгіт деп аталатын қаланы таңдайды екенбіз. Енді жалпылама А вариантына тоқталып кетейік. Мыңбұлақ деп аталатын ол бізде белгілі бір мемлекеттің екінші астанасы болып табылады. Мыңбұлақ қандай мемлекеттің? Ол бізде Батыс түрік қағанаты деп аталатын мемлекеттің екінші астанасы болып табылады. Мен қазір осы Батыс түрік қағанаты және де Шығыс түрік қағанаты деп аталатын екі мемлекет жайында бір қысқаша айтып кетемін. Одан кейін В вариантындағы Баласағын қаласы. Баласағын қаласы ол бізде Қарахан мемлекетінің орталығы болған еді. Қарахан мемлекеті қай уақытта өмір сүреді? Қарахан мемлекеті 942-1212 жылдар аралығында өмір сүрген мемлекет болатын. Одан кейін Карантия қаласы. Карантия қаласын жаңа алдағы тестте айтып кеттік. Бізде Қимақ мемлекетінің екінші астанасы болып табылады. Негізгі астанасы Имяхия болды, ал екінші астанасы Қимақ мемлекетінің осы Карантия қаласы болып табылады екен. Енді бұл жерде түсініп алу керек нәрсе, мына мемлекеттердің өмір сүру хронологиясы жайында айтып кетейін. Бір өшіріп жіберейін. Және де алда бізде осы мемлекеттер жайында тағы да тест бар. Қазір сол тестке көрейік. Осы кезде біз талап көрейік. Өшірейік. Енді бұл мемлекеттер жайында бір қысқаша айтып кете салайық. Мысалы, біз айтамыз, ең алғашқы қазақ жерінде құрылатын мемлекет ол бізде түрік қағанаты. Түрік қағанаты. Түрік қағанаты бізде қай уақытта өмір сүрді? 552-603 жылдар аралығында өмір сүрген болатын. 603 жылдар аралығында өмір сүреді. Енді біз бетеміз. Түрік қағанаты 603 жылы не істейді? Екіге бөлініп кетеді. Екіге бөлініп қоя салайық ортасынан. Бізде мұны жақ батыс аймағында батыс түрік қағанаты,
батыс түрік қағанаты, яғни БТК деп қоясайын, қысқаша түсінікті. Шығыс түрік қағанаты екіншісі. Шығыс ТК, ШТК. Өздерің оңай ретінде жаттап алсаңдар болады. Лайфхак. БТК, ШТК. Батыс түрік қағанаты, шығыс түрік қағанаты. Батыс түрік қағанаты, яғни түрік қағанаты бізде екіге бөлінгеннен кейін сразу мемлекет болып құрылады. Яғни 603 жыл және де 704 жылдар аралығында өмір сүрген болатын. Ал шығыс түрік қағанаты алғашында, яғни 603 жылы мемлекет екіге бөлініп кетті. Бірақ шығыс түрік қағанаты батыс түрік қағанаты сияқты сразу мемлекет болып құрылып кетпейді. Яғни алғашында бізде шығыс түрік қағанаты кімдерге тәуелді болады? Қытайлықтарға тәуелді болады. Сөйтіп қытайлықтардың өздерінің егемендігін қай жылы алады екен? 682 жыл алады. 682 жылы шығыс түрік қағанаты мемлекет болып құрылады, 744 жылға дейін өмір сүреді деп айтамыз. Бұл шығыс түрік қағанатының аймағы қазіргі Монғолия аймағында құрылған болатын. Монғолия. Батыс түрік қағанатының аймағы ол бізде қазіргі Қазақстан, Алтай және де Еділ Жайық өзендерінің аралығында осы мемлекет жерін кеңейте береді негізінен. Батыс түрік қағанаты бізде неге дейін барады? Қара теңізге дейін, осы Каспий теңізінің аймақтарының түгелімен өзіне бағындырады деп айтамыз. Енді батыс түрік қағанатының да құлайтын уақыты болады. 704 жыл. 704 жылы біз жаңа айтып кеткен мынау Түргеш қағанаты жайында. Түргеш қағанаты. Батыс түрік қағанаты құлағаннан кейін осы мемлекеттің орнына Түргеш қағанаты құрылады. 704-756 жылдар аралығында. Бізде шығыс түрік қағанаты 744 жылы құлайды. Оның мемлекетті құлататын кімдер? Ұйғырлар менен қарлұқтар деп аталатын екі тайпа бірігеді. Осы шығыс түрік қағанатының билігін құлатып тастайды. 744 жылы. Билікті кім алады екен? Оның орнына ұйғыр қағанаты алады екен. Ұйғыр қағанаты 744-840 жылдар аралығында өмір сүрді. Ал бағана біз айтқан жанында кім қандай тайпа болды? Мықты тайпа болды тоже. Қарлұқтар. Қарлұқтар бізде ұйғырларға бағынғысы келмейді. Сөйтіп, 746 жылы бізде ұйғырларға қарсы шығады екен. Ұйғырлардан жеңіліп қалады бірақ. Бізде 746 жылы мын жақтағы біздегі осы ұйғырлар мен қарлұқтар бірігіп шығыс түрік қағанатын құлатты деп айттық қой. Осы қарлұқтар ұйғырлардан қашып бізде түргештердің аймағына қарай келеді екен. Жетісу аймағына қарай. Осы кезде бізде бір оқиға болып өтеді. Үлкен бір оқиға жайында өтейін. Көп келеді. 751 жыл. Яғни бұл жыл қандай оқиға? Бізде үлкен орта ғасырдағы шайқас бар, Атлах шайқасы. Атлах шайқасында негізгі қарсыластар арабтар мен қытайлар болады негізінен. Араб, Қытай болады. Қытай. Ал бұл жердегі біздегі түркі тайпаларының бұл соғысқа қандай қатысы бар? Яғни түргеш менен қарлұқ тайпалары бұл соғыста арабтарға көмек берген болатын. Қарлұқ және де түргеш деген. Түргеш. Қарлұқ және де түргеш тайпалары осы арабтарға көмек беріп, бізде қытайлықтарды Жетісу аймағынан қуып шыққан болатын. Енді қарлұқтар, жазып қояйын, түсініксіз болып қалуы мүмкін сендерге. Қарлұқтар Жетісу аймағына келеді екен де, бұл уақытта не болып жатыр? Түргеш мемлекеті Жетісу аймағында қоныстанған болатын, тұрақтаған болатын. Түргеш мемлекеті әлсіреп жатқан болатын. Осы әлсіреп тұрған мемлекетті қалай пайдаланды? Қарлұқтар 751 жылы Атлах шайқасынан кейін жақсы күшейіп алған болатын, авторитеті шықты, абыройлы болды. Сөйтіп 756 жылы бізде Түргеш мемлекетінің құлап тастап, өздерінің мемлекетін құрады екен қарлұқтар. Қарлұқ мемлекеті қай уақытта өмір сүрді екен? 756-940 жылдар аралығында өмір сүрген мемлекет болып табылады екен. Бізде түркі кезеңіндегі Қазақстан, осылай бітеді екен. Сонда бір мемлекеттің орнына бір-бірін ізін басып отырған екен. Ешқандай қиындығы жоқ, сендерге жаттап алуға да жылдардың бір мемлекет құлайды, оның орнына бір мемлекет құрылады. Тоже ол мемлекет құлап тастайды, тағы да оның орнына тағы бір мемлекет құрылады. Өстіп бізде бірінен соң бірі мемлекет болып құрылып отырған болатын. 1950 жылдары ұлттық прозаның жетістігі болған Оянған өлке романының авторы. Бұл жерде дұрыс жауап Ғабит Мүсірепов деп аталатын тұлға болып табылады. Ғабит Мүсірепов Оянған өлке деп аталатын еңбектің авторы болып табылады. Ал бізде Сәбит Мұқановтың танымал қандай шығармасы бар? Ол бізде көбінесе Ботагөз. Ботагөз деп аталатын шығармасы болды, және де Ғабиден Мұстафиннің тестте келіп жүретін Миллионер деп аталатын шығармасы бар. Миллионер деп аталатын шығармасы бар екен. Ары қарай кеттік, көп айналмай қояйық. Түріктердің ұлы дала қожасына айналуына әкелген оқиға. Жужандардың толық жеңілуі, саудыларды жаулап алу, Бумынның Ерхан аталуы, Иранды жаулап алуы. Дұрыс жауап А варианты жужандардың толық жеңілуі. Яғни түрік деп аталатын қағанатты айтып кеттік, 552 жылы негізі қаланды.
негізі қаланды бұл мемлекеттің. И бізде бұл мемлекеттің негізін қалайтын кім еді? Ол бізде мынау С вариантында тұрған Бумын. Бумын. Мемлекеттің негізін қалап беретін осы тұлға болып табылады. Еще Бумынның Ерхан деп аталатын атағы болған еді. Неліктен? Өйткені мысалы біздегі ең алғашқы жужандарға тәуелді болды түріктер. Осы түріктерге тәуелділікті жойып, мемлекет құрып беретін ол бізде Бумын екен. Сондықтан бізде оған Ерхан деп аталатын атақ беріледі екен. Ерхан мемлекеттің негізін қалаушы деген секілді осындай бір статус қой. Бумыннан кейін бізде билікке Мұхан деп аталатын мықты тұлға келеді. Мұхан. Осы Мұхан қағанның кезінде бізде жужандар толығымен түріктерден жеңілген болатын. Түрік қағанатынан жеңілген болатын. Еще тесттер мындай сұрақ бар. Жужандарды толығымен талқандаған басшы деп келеді. Ол бізде көбінесе сендер белгілейсіңдер Бумын деп. Бірақ бұл жерде дұрыс жауап Бумын емес. Жужандарды толығымен талқандамайды Бумын. Тек қана жужандардың тәуелділікті жойып, мемлекетті негізін қалап береді. Бірақ ол уақытта әлі жужан мемлекеті өмір сүріп жатқан болатын. И бізде тестте Бұхан деп аталатын вариант болады. Міндетті түрде болады. Яғни біздегі жужандарға толығымен тәуелділікті жойып, оларды түбірімен жеңіп тастайтын, ол бізде Мұхан деп аталатын қаған болып табады екен. Және де Мұхан қаған бізде оның Қытай деректеріндегі атауы бар. Ұлы даланың шығыстағы қожасы. Шығыстағы қожасы. Вот бізде Қытай мемлекеті Мұхан қаған кезінде түріктерден өте қатты қорыққан екен, және де жыл сайын бізде 100 000 метр мата, жібек мата. Ол кезде енді өте құнды болып табады. Қытайлықтар осы түріктерге салық ретінде, өздерінің жаңағыдай кепілдігі ретінде төлеп отырған болатын Мұхан қағанға. Ұлы даланың шығыстағы қожасы атанған, ол бізде тоже Мұхан қаған болып табады екен. Келесі сұрақ, 1428 жылы билікке келген Әбілқайырдың шыққан әулеті. Бізде бір оқиға болады 1428 жылы. Ол бізде қандай оқиға? Ақ Орда мемлекетінің құрауы. Ақ Орда мемлекеті құлайды. Бағанағы біз айтып кеткен, 14 ғасырдың ортасында құрылатын бізде не болды ғой? Алтын Ордада ұлы дүрбелең жылдары болды. Сол уақытта бізде Алтын Ордадан Ақ Орда мемлекеті бөлініп, өз алдына бөлек мемлекет болып құрыла бастаған болатын. Ақ Орда мемлекеті негізін қалайтын кім деп айттық? Жошының баласы Орда Ешен. Осы Орда Ешеннің ұрпақтары Алтын Ордадан бөлініп, өз алдарына жеке мемлекет болып құрылып атады екен. Құрылады еще. Біздегі Ақ Орда мемлекетінің соңғы ханы болды. Соңғы ханы ол бізде Барақ. Барақ 1428 жылы биліктен айырылып қалады. Қайтыс болады деп айтсақ болады. 1428 жылы қайтыс болады. Қайтыс болды Барақ. Яғни соңғы ханы қайтыс болады. Осыдан кейін біздегі Ақ Орда мемлекетінің территориясын біз айтқан болатынбыз. Шығыс Дешті Қыпшақ. Сонда біздегі Ақ Орда мемлекетінің соңғы ханы Барақ қайтыс болғаннан кейін билік ендігі жерде Жошының басқа бір ұрпағына өтеді екен. Яғни ол бізде кімнің ұрпағы? Әбілқайыр, сонда Шайбанидың ұрпағы болып табылады. Шайбани. С варианты дұрыс болып табылады екен. Енді бұл жердегі мысалы Барақта, Әбілқайырда бұлар барлығы негізінен Жошының ұрпақтары болып табылады. Жошының ұрпақтары бізде кейіннен бір-бірімен жауласып, өз алдарына бөлек мемлекет құрады екен. Ақ Орда мемлекетінің территориясы осы Әбілқайыр хандығының қол астына өтеді екен. Бізде тарихта 1428-1468 жылдар аралығында өмір сүрген мемлекет деп айтатын болсақ, ол бізде Әбілқайыр хандығы болып табылады. Хандығы. Және тағы айта кететін нәрсе, екі Әбілқайыр бар бізде тарихта. Жалпы Әбілқайырлар көп болған, енді көбінесе келетін бізде екі Әбілқайыр. Біріншісі осы Шайбанидың ұрпағы Әбілқайыр хан болатын болса, 1428-68 жылдар аралығында мемлекетті билейтін, Әбілқайыр хандығын билейтін. Екінші тағы да бір Әбілқайыр, ол бізде 1718-1748 жылдар аралығында кіші жүздің ханы болған Әбілқайыр. Жүздің ханы Әбілқайыр.
Құрметті оқушылар, бізде 20 сұрақты нұсқа талдауымыз осымен өз мәресіне жетті. Сендердің көңілдерінен шықты деп ойлаймын, пайдалы болған шығар деп ойлаймын. Енді осы нұсқа талдауға лайк басып, комментарий жазып кетіңдер. Барлықтарыңа рахмет. Келесі кездескенше сау болыңдар.